Ахмет Байтұрсыновты мен өте жақсы көремін. Неге десеңіздер, бір жағынан менің туған жерімде Қарқаралыда ол кісі үлкен сабақ беріп, сол жерден бірінші рет тұтқынға отырған. Ал қазақ халқына деген, қазақ тіліне деген ол кісінің істегені меніңше әлі баға берілмеген. Мына бүгінгі кезде жаңа ғана біз қайтадан өз тілімізді, өз дінімізді, өз жерімізді біріп келе жатырмыз. Bir кезде бәрімізді ұрып сабап, тілімізді де ұмытқызды. Бірақ Байтұрсынов әлекең айтқандай, тілсіз ел болмайды. Сол кісі жасаған әліппемені қазір алып іске асыру керек.